Әлде бір кітаптан оқып алған мәтінді немесе бір танымал жанның постын, тіпті бір кинофильмдегі геройдың аузынан шыққан лепесті кейде біз өзімізде аңғармаған жағдайда санамызға кіргізіп аламыз да, оның бір күнделікті дағдымызға айналғанын, тіпті өмірлік ұстанымымыз болып бекіп кеткенін кейде аңғармай қаламыз. Ақсақал айтты, бай айтты, кім болса мейлі сол айтты деп Абай атамыз сынағандай, әйтеуір біреу айта салған ойды соншама құндылық қылып көтеріп жүретіндей басымызға не күн туды деймін ғой. Яғни кім болса да, ол мысалы Нобель сыйлығын алған жазушы бола ма, Пулитцер премиясының иегері ол журналист бола ма, Оскарды алған бір әйгілі актер бола ма, ол сізге ұнаған не ой айтса да, ол оның бір жеке пікірі ғана. Иә, ол бір ой сізге ұнауы мүмкін, сіздің сол сәттегі бір жағдайыңызбен қанаттаса ма, көңіл пернеңізді бір дөп басып, жүрек қылыңызды шертіп деген сияқты тұрса да, ол таңғалмаймыз. Бірақ кәдімгі өзіміз сияқты екі аяқты, жұмыр басты пенденің көзқарасын өз өмірімізге тұтастай көшіріп әкеле салуға әсте болмайды, жігіттер. Мораль сол, естіген әрбір қанатты сөзімізді, цитатамызды бір жаратқаннан келген бір жарлық сияқты қабылдап керек емес, жігіттер.